Сәлем достар, сіздермен мөлдір үй жағдайында қазаннан нан пісіретін боламыз. Тандырдың нанындай өте дәмді, керемет нан болады. Қып-қызыл болып, міне көріп тұрсыздар, пісті наным. Енді қараңыздар, бөлген кезде жұмсақ, аузыңызда еритін нан болады. Міне жұмсақ, дәмді. Дәмі деген енді тандырдың нанындай бір бөлігін жеп көрдім. Керемет дәмді. Достар, жасап көріңіздер. Бізге тестамызға 220 грамм жылы суға 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант салдық. 2 ас қасық сұйық май салдық. Енді дрожжи, яғни ашытқы салдық 1 ас қасық. Осылай салып, араластырып жылы суға. 500 грамм ұнымызға суымызды ақырын құйып, осылай теста жасайтын боламыз. Яғни қамыр жасаймыз, достар, ашытуға дайындап. Осылай біріктіріп аламыз. Ақырын құйып, осылай біріктіріп аламыз. Өте керемет теста шығады. Міне, ыдысымызға жабыспайды жан-жағына. Қамыр болып тұрып қалмайды. Ыдысымыздың өзінде қамыр тұрған жоқ, достар. Міне, икемге келтіріп аламыз. Дайын болған қамырымызды бетін мешокпен жауып, 1,5 сағатта ашытуға қалдырамыз. Міне, ашыды. Өте тез ашиды, достар. 1,5 сағат қалдырған соң, осылай икемге келтіріп аламыз. Ыстық қазанымызға осылай қақпағына жұмыртқаның ағын жағамыз. Нанды әдемілеп формасын келтіріп аламыз. Осылай енді жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Бәр жеріне бір келке етіп жағып аласыздар. Осылай. Сосын күнжіт септімен күнжіт себіңіздер. Өте дәмі ерекше болады. Қызып тұрған немізге осылай бетін жауып қалдырамыз. Айтқандай, достар, қазанның ішіне тұз салыңыздар міндетті түрде. Себебі тұз қазанды қарайтып жібермейді. Міне, әдемі керемет нан шықты. Үй жағдайында ауылды сағынған болсаңыздар, жасап көріңіздер. Дәмі тіл үйірілетін нан.